еркекті көргөдө төргөдө сүйрейтін әйел деген мен сөзге келсем, жақсы еркектің артында өте мықты әйел тұрады дегенге де келсем. Неге? Себебі қазіргі біздің әйелдеріміз анау кінәлі, анау оңбаған, анау сондай, маған ақша бермеді, маған киім алып бермеді деген өңшөңі сыртқы ортаға қарай қолды. Негізінде әлем сенің ішіңде ішке қарай. Ол сенің айнаң, сенің ұстазың. Алла тағала саған ең қайырлы күйеуді талдап берді. Сол күйеу арқылы сені емдеп жатыр, сені өсіріп жатыр. Егер де сен сол күйеудің ұнамайтын қылықтары арқылы, Алла маған неге осы күйеу арқылы сынақ жіберіп жатсың, мен қай жерім дұрыс емес деп өз ішіңізге сұрақ қойып, өзіңізді зерттейтін болсаңыз, ендеше сіз барлық қиындықтарды еңсеріп, әлемнің ең бақытты жанына айналасыз. Ол үшін сіз айна техникасын меңгеруіңіз керексіз. Сыртқы орта айна менің ішкі әлемді көрсетіп жатыр. Бала жылап жатса, базасыз болған балалар көрсетеді. Ол сіздің ішіңіздегі жылап жатқан халіңізді көрсетіп жатыр бала. Ана вампир болып сізді жеп жатқан ене болса, ол не? Сенің ішкі халіңде сен кімді вампир етіп жатырсың? Ана тыңдамайтын бала сенің өзің кімді тыңдамай жатсың? Міне, осылай сіз өзіңізді сыртқы орта әлем ұстаз, барлық нәрсе менің ішімде деп ешкімнен ештеңе күтпеуді үйренетін болсаңыз, сіз нағыз өзіңізді тапқан бақытты жанға айланасыз.